Қазақ халқы өте ерте замандардан табиғат құбылыстарының, атап айтсақ, күн мен түннің алмасуын, айдың жаңалануын, жыл мезгілдерінің қайталанып отыруын, аспан әлемін жіті бақылай жүріп, ұшан-теңіз мағлұмат алған. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасы жинақталған тәжірибесін қорытып, жұлдызды аспан туралы астрономиялық ұғым түсініктер мен білім жинаған. Соның нәтижесінде көшпенді халықтың тұрмыс-тіршілігіне, өмір сүру салтына орасан зор пайдасы бар. Байырғы қазақ күнтізбесі қалыптасқан. Күн, ай, жыл санау есебі мен жұлдыздар қозғалысын білу арқылы жайлауға көшу, күздеу мен қыстауға уақытында келу, қой қырқу, күйек алу, мал төлдету, шөп шабу, тағы басқа шаруашылық мезгілдерін белгілеп отырған. Сол секілді ұлан-байтақ кең далада таулы аймақтарда көшіп қону, мал бағу, жолаушы жүру, жол қарау, қараңғы түндерде жұлдызға қарап, бағыт-бағдар белгілеп, өткел, суат, қоныс, құдықтарды дәл табуды қазақтар жете білген. Мысалы, темірқазық жұлдызы қазақтардың компасы болса, жеті қарақшы қазақ үшін сағат іспеттес, ал үркер жұлдызы арқылы ауа райын болжаған. Қазақтың көне күнтізбесінің бірегей көрінісі мүшел есебі. Халқымыз мүшел есебін мүшел жылы бойынша жүргізген. Әрбір жылды хайуан атымен атайтынын кез келген қазақ біледі. Осы жерде орайы келіп тұрғанда атаның немересі Ержанға жыл атауларын қалай үйреткенін айта кетейін. Тышқан жылы тыныштық, сиыр жылы сыйлық, барыс жылы бірлік, қоян жылы қамбалы, ұлу жылы үлгілі, жылан жылы жайлы, жылқы жылы жұтсыз, қой жылы құтты, мешін жылы мерейлі, тауық жылы табысты, ит жылы игілік, доңыз жылы дүниелі деп әрқайсысының мағынасын жіктеп түсіндірді. Тұла бойы құт береке молшылыққа, бейбіт тыныштыққа бағышталған мұндай жыл сипаттамасын бала түгілі оның әке-шешесі біз де естімеген едік. Жылдың жаманы жоқ, оны құтты ететін де, білдіретін де адамдардың ниет пиғылымен іс-әрекеті екен. Ата әрі қарай немересіне түйенің бойына сеніп тұрғанда тышқан оның басына шығып, алтын нұр жылды бірінші көріп, жыл басы дәрежесіне ие болғаны жайлы жалпы қазақ білетін аңызды айтып берді. Сонда Ержан түйе мақтаншақ деп балалығына басып жіберді. Атасы оған қарап басын шайқады да: олай деме, түйе қасиетті жануар. Түйе жылдың басы болмағанымен 12 жылды бойына сыйғызып тұр. Өйткені түйеде 12 жылдың нұсқасы бар. Құлағы тышқан, бақайы сиыр, тірсегі барыс, еріні қоян, төбесі жылқы, тісі қой, жүні мешін, мойыны тауық, шөккені ұлу, қабағы жылан, табаны ит, құйрығы доңыз дегенде түйенің сыртқы жаратылыс пошымын көз алдымызға келтіріп қайран қалдық. Ата немересіне ұғымды болу үшін түйенің суретін салып қайтадан түсіндіріп еді. Қазақтың байырғы күнтізбесіндегі ерте заманнан келе жатқан мүшел жыл есебі көшпенділер өмірінде зор мәні бар есеп болған. Мүшелмен жас санау, жыл қайыру халық даналығынан шыққан ұтымды да ыңғайлы әдіс болғанын қазір маман ғалымдар бұлтартсыз мойындап отыр. Менің бала кезімде ата-әжелер жасын мүшелмен айтатын: 5 мүшелден 3 жас астым, немесе 7 мүшелге жеттік қой деп отырушы еді. Мүшел жылы ұлыстың ұлы күні наурызда ауысады, яғни жыл қайыру есебіндегі жылдарды айырып, ажырату наурызбен межеленеді. Наурыздан бұрын немесе кейін туғанына қарай жаңа туған баланың жылын белгілеп отырады. Ұлыс күні үлкен кішінің жасыңыз құтты болсын, көрген жасымыздан көрмеген жасымыз көп болсын деп тілек айтысып, құттықтап жататыны наурыз жыл басы болғандықтан, яғни адамға 1 жас қосылады деп санайды. Қазақ бірінші мүшелді 13 деп алады. Мысалы, тышқан жылы туған баланың жасы қайта айналып, тышқанға келгенде 13 болады екен. Жас кезімде анамнан неге бірінші мүшел 13, қалғандары 12 деп сұрағанымда, баланың іште жатқан мерзімінің есебі. Өйткені ана құрсағында нәресте өмір сүріп жетіліп, жарық дүниеге келеді дегені есімде қалыпты. 13-тің шығу тегінің екеуі де менің көкейіме қонады. Алғашқы мүшел адам өмірінің үлкен бір белесі. Жеткіншектің балалықпен қоштасып, бойы ғана емес, сана сезімі, ақыл-ойы өзгеріп, ересек өмір тіршілікке қадам басуының баспалдағы. 13-те отау иесі дегенді халқымыз мүшелмен байланыстырып айтқан.
Қариялар балаға: «Қарағым, мүшелге толдың, оң солыңды танитын санатқа іліктің, сенімен санасатын, ой бөлісетін кезең келді. Енді ат жалын тартып мініп, тізгін ұстайтын азаматтығыңмен өзіңнен кейінгіні жетелеп демейтін ағалық жолың басталды», деп 13-тегі бозбалаға міндет парыз жүктеп сенім артады екен. Бұл мән мағынасы терең аталы сөз, үлкен тәрбие сабағы. Әдетте дәрігерлер мен психолог мамандардың өтпелі кезең, қауіпті жас дейтіндері жасөспірімдердің 12-ге толып мүшелге кіретін, 13-ке толып мүшелден шығатын мерзіміне тура келеді. Бұл жастағылардың көпшілігі өзінікін мақұл көретін өзімшіл, әр нәрсеге еліктегіш, жақсы мен жаманның, адал мен арамның арашығын ажыратпай, тентектігін еркелікке, есерлігін өжеттікке балап, олай да бұлай да шайқалатын өлі ара тұсы екенін өмірдің өзі көрсетіп жүр. Қазіргі өрімдей балалардың есірткіге әуестенуі, ұрлыққа бейімделуі, қаңғыбастыққа салынуы секілді тұрпайы өрескел әдеттердің көбейіп кеткені жасырын емес. Әрине, кез келген ата-ана баласының қисық жолға түскенін қаламайды. Кім баласын жаман болсын дейді. Әйтсе де ата-бабалар мүшел жас, мамандар өтпелі кезең, қауіпті жас деп атаған кезеңде ата-ананың балаға өте сақтықпен қадағалайтын қырағылығы, ақыл мен тәрбие сіңіретін парасатты, мейірім мен сенімге құрылған қарым-қатынасы болса, талай қателіктерден аман өтері анық. Қазақ ұғымында кез келген мүшел жас қатерлі саналады. Бұл негізсіз жай сөз емес. Қазір ғалымдар әрбір 12 жылда адам ағзасында елеулі өзгерістердің болатынын дәлелдеді. Ғылым енді ашқан жаңалықты бәленбай ғасырлар бұрын бабаларымыз қалай білген, қандай зерде түйсікпен сезінген деп таңғаласыз. Мүшел жастың біз сырын әлі жете білмейтін құпиясы бар. Пендешілікпен байқамаймыз, ойланбаймыз, тылсымға сенбейміз. Өйткені 70 жылға жуық құдайсыз қоғамды бастан өткіздік. Соның сүйекке сіңген салдары әлі ілесіп жүр. Байыптап, барлап қарасаңыз, мүшел жаста өлім жітім, қырсық кедергі, кесапаттар жай кездегіден жиі ұшырасады. Сол үшін мүшел жаста бұрынғылар құдайы беріп дастархан жайған. Обалды түсініп, сауапты істер жасаған. Кісі ақысын жемей, арамға құнықпай, өтірік өсектен аулақ болуға тырысқан. Құдайы дегенді талай адамдар тек қой сойып, Құран оқытып, бет сипаумен байланыстырады. Шындап келгенде, бұл әрбір адамның ең алдымен өз ар-ұяты алдында айнаға қарағандай тура қарап, қисық қыңыр, олпы-солпы жерін түзеуі. Ұлы күштен күнәлары үшін кешірім өтініп, азға да, көпке де қанағаттылықпен шүкір етуі деп түсінген жөн мұны. Енді біреулер мүшелде киім беру керек екен деп кейістен шығарып тастаған керексіздерін беріп жатады. Мен көрген үлкен кісілер өзінің ең жақсы көретін киімін өкінішсіз, ризашылықпен беруші еді. Сондай көнегөздерден үлгі өнеге көрген бір адамның әрекетін айта кетсем, артық болмас. 1996 жылы қарашаның бас кезінде Алматыдағы консерваторияның концерт залында сыр елінің әйгілі әншісі, белгілі сазгер Әлмірза Ноғайбаевтың бір тамаша ән кеші өтті. Концерт белортадан асқан шамада Әлмірза көпшілікке қарап: «Ардақты ағайын, бүгін менің туған күнім. Бұл қатардағы жай туған күн емес. 49 мүшел жасым. 4 мүшелге толдым. Халқымыздың бұрыннан келе жатқан дәстүрі бойынша мүшелде адам қимас киімін шын жүректен басқаға сыйлауы керек. Менің киімдерімнің ішіндегі өзім үшін ең қымбаты, бағалысы Батыр Баукең атамыздың қара шаңырағынан киген зерлі шапаным еді. Қадірлеп қастерлеп үлкен сахналарда өнер көрсеткенде Наурыз мерекесінде ғана киюші едім. Осы күнге аман-сау жетіп, бала-шағам өсіп өніп, алдарыңызда ән шырқап тұрғаныма Аллаға шүкіршілік етемін. Осындай атаулы күнімде мен де бабалар дәстүрін орындайын», деп бір кезде өзім иығына жапқан шапанды інілік ізетпен залда отырған сыйлы бір ағасына кигізді. Көрермен тікесінен тік тұрып қол соғып қошемет жасады. Кәрі жас демей, жылда жыр тыңдап, улап-шулап туған күн өткізіп, денсаулыққа арнап арақ ішкеннен гөрі осы бір шағын көріністің ұлттық үлгі өнегесі есте қалатыны даусыз дер едім. Қайсы біреу қайыр садақа берсем, мүшелден кедергісіз өтемін деп есеп жасап, үстірт ойлайды. Егер адамның ішкі жан дүниесі тазармаса, күншілдік, менмендік, ашкөздік, мақтаншақтық, жалқаулық секілді әдеттерден арылуға, құтылуға құлшынбаса, басынан кесек алтын айналдырып садақа берсе де, көкірегі көр күйі қала береді.
Жоғарыда айтқанымдай, алғашқы мүшел 13, соған 12-ден қосып отырғанда мүшел жас шыға береді. Қазір журналистер телеарна мен радиодан 50, 60, 70 жасқа құттықтау айтқанда мүшел тойымен құттықтаймыз, немесе 25 мүшелге толуымен құттықтаймыз деп соға беретін болыпты. Олардың атап тұрғандары мүшел емес, дөңгелек жастар. Ал 20 мүшелге толса, 300 жыл шығатын қаперлеріне кірмейді. Көретін көз, білуге ынта болса, жылда шығатын қазақша күнтізбелерде, баспасөз беттерінде қазіргі жыл санау мен жыл қайырудың кестесі беріліп жүр. Осы кесте арқылы әркім қазақша туған жылын, неше мүшелге толғанını анықтай алады. Ал ондай дайын кесте болмай, жылыңыздың не екенін білгіңіз келсе, туған жылыңызды 12-ге бөліңіз. Егер қалдықсыз бөлінсе, жылыңыз мешін болғаны. 1 қалдық қалса тауық, 2 қалдық ит, 3 қалдық доңыз, 4 қалдық тышқан, 5 қалдық сиыр жылы деп әрқарай кете береді. Ал жылдардың ретін жадыңызға ұстай алмасаңыз, мына бір өлең шумақты жаттап алыңыз. Мен мұны қазақша бір күнтізбеден оқып едім. Түйе сеніп бойына, қалған ұмыт жылдардан, жатпа қарап мойыма, таймай меніп ділмардан. Осы шумақта 12 сөз бар. Әрбір сөздің бас әріптері жыл атауларының ретіне сай келеді. Мысалы, түйе, тышқан, сеніп, сиыр, бойына, барыс, қалған, қоян, ұмыт, ұлу, жылдардан, жылан, жатпа, жылқы, қарап, қой, мойыма, мешін, тайма, тауық, именіп, ит, ділмардан, доңыз. Қалай үйренсек те қазақпыз ғой, қазақша жылымызды, мүшелімізді білгеннің пайдасынан басқа артықтығы жоқ.